Теңіз жағасындағы үй. Жанболат Башар. Әңгіме. Жасы 70-ке иек артқан Какман Карлович әрі ойлап, бері ойлап, жұмыстан кетуді ұйғарды. Абыройдың барында дер кезінде аттан түсе білгенде жөн шығар деп түйген. Солай десе де өмір бойы жұмыс деп арпалысып ат жалында жүрген адамға құба төбел тірлікке үйрену шыны керек, алғашқыда оңайға соқпады. Ертеңгілік шайдан соң отырды, тұрды, газет журнал ақтарды. Уақыт шіркін бәрібір асықса қане. Көк жәшікке телміріп, көрінгеннің өсегін тыңдай, одан да азар болған. Осыдан кейін Какман Карловичтің ойы тұрақ таппады. Кейде есіне баяғы қызметте жүрген қылпылдаған шағы оралып, көңілін мұң ектеді. Баяғы партияның ақырып тұрған шағында құлаймын демеді, сүрінем демеді. Қызметтің құлағында ойнап, ел басқарды. Жаман болған жоқ, жақсылармен үзеңгілес, дәмдес болды. Небір алқалы жиындарда көмейі бүлкілдеп, тіл безеді. Дүрілдетіп қол соққан қошаметке кенелді. Беу шіркін, соның бәрі өткінші өмір өрнегі екен-ау. Жан-жағына мойын бұрғызбай жүйткіп, жөңкіліп, сағымдай сырғып, өмір өте шықты. Тіпті бұл соны сезбей қалғандай. Жастармен жағаласып, қартайғанша аттан түспегенде осы Какман. Кешегі кәке деп етегіне оралатындар енді ізім қайым жоқ. Қызметті тапсырып, әйелі қайныкештің қарамағына өткелі, абажадай үйде апсейіп отырған түрі мынау. Апырау, тым құрмаса әлгі өспеннеге қоңырау соқпайды. Аға, жағдайыңыз қалай деп, көңіл үшін болса да бір ауыз жарым лепес жасамай, үнсіз жатқаны қалай деп, күні кеше соңынан ерген әріптес інілеріне базын айтқан болады. Онда да сыртқа шықпаған көкейдегі сөз. Өстіп, кең бөлмеге сыймай елегізіп отырғанда, қағыңғыр қалта телефоны ойнап берді. Кешеден бері тілін жұтқандай мерезмелшиген бош үркінге не болды деп құлағын тосқан. Сөйтсе әлгі ауылдан көшіп келген өзінің баяғы сыныптасы Мырзаш. Бұның амандығын біліп жатыр. Оған да рахмет. Қатын баласының саулығын сұрап, ел жақтағы тірі жүрген ескі достардың жаңалығын айтты. Үйге сыймай зеріксең кел, мына 16-шы үйдің алдында ығай-сығай жиналып карта соғамыз деді. Рахмет, қол тиіп жатса барармыз деді бұл. Әдеттегі келіп кетері жоқ үйреншікті дағдымен. Анау бұның сөзіне қарқылдап күліп, тура бұны көріп тұрғандай, қолың тимегенде үйде не істейсің? Әлде күзетке шығып кеттің бе? Жоға, құдай сақтасын, қайдағы күзет деді. Какман Мырзаштың сөзіне шоқ басқандай ыршып. Онда карта ойнауға кел. 1-2 сағат көңілің бөлінеді. Ескі құсқы әңгіме тыңдайсың. Әйтпесе білесің ғой, неше түрліні ойлап, 4 қабырғаға телміріп, жынданып кетесің, дейді ақылшы болып Мырзаш құрдас. Түс ауа Какман галстугін тағып, костюм шалбарын киіп, әлгі Мырзаш айтқан маңды жағалады. Таңыратқандар, карта дегенді әуелден бұның суқаны сүймейтін. 16-шы үйді төңіректеді. Онда да тура бармай қыдырып жүрген жанға құсап, жайлап басып, әрі өтіп кетіп, ұзап барып қайта оралды. Үйдің алды опыр-топыр, ойнаған балашаға. Бірі әткеншек теуіп, енді бірі топ қуып әлек. Бұл болса жан-жағына ұрлана көз тастап, Мырзаш досының қарасын қарауылдады. Құдды ұрлық жасауға келе жатқандай. Маңайды алыстан шолды. Сөйтсе үлкен дарақтың көлеңкесінде бір топ еркектер, көлеңкеде үйездеген жылқы құсап үйіріліп тұр. Іштерінде арқардың құлжасындай болып, Мырзашта отыр. Ойынның қызуына кіріп кеткендері сонша мойын бұруға сірә шамалары жоқ. Какман әрі өтіп, бері өтіп, іштерінде мен танитын біреу бар ма деп соған көз қыдырды. Сөйтсе бәрі таныс. Кезінде бір мекемені тізгіндеген өзінің замандастары. Иттер-ай, деді ол ішінен. Анау Мырзашқа қарсы отырған баяғы Кертай Құлатаевич май зауытының директоры болған. Оның оң жағында басына дағарадай самбреро киіп, таяққа сүйеніп тұрған Тәңірберген Тәукеұлы ғой. Таяқ ұстағанына қарағанда ол да қартайып қалған-ау. Ал ана бір ақ қалпақты. Тұра тұр. Ол әлгі Сейдеш қой. Соның өзі. Ойпырмай, ол да ойыншы екен-ау, Енді тегін адам таз бола ма демекші. Ол деген атақты Науат Картағұмардың немересі ғой. Ойыншыларды сырттай бақылаған Какман жапырағын кең жайған үлкен қара ағаштың көлеңкесіндегі сәкіге жайғасты. Сонсоң иегін көтеріп, баяғы өзінің ат шаптырым кабинетіне қызыл үстелдің басында отырғандай маңғазданып, қызыл құйрық шылымның бір талын ұртына қыстырды. Асықпай жан қалтасынан шақпағын алып, темекісін тұтатып, көк түтінді құшырлана сорды. Көлеңдеген көк түтіннің арасынан үлкен дарақтың саясында үйіріліп тұрған ойыншыларға тағы да көз қыдырды. Өздері бір шоғыр адам, жаңадан келіп қосылып жатқандары да бар. Көпшілігі мойындарын созып, ойыншылардың ту сыртында қызықтап тұр.
Какман зейнеткер замандастарының біразын жыға таныды. Ана Сейдештің желке тұсында тұрған өзіміздің Айнабек Жөкеұлы. Көптен көрмегеннен болар көзі тосырқап, Айнабекті әзер шырамытты. Қыран қартайса тышқан аулайды деген осы екен ау, деп темекісін құшырлана сорған ол үнсіз ойға шомған. Карта туралы сөз болса, бұның есіне ана карта ойнап отырған Сейдештің атасы, баяғы Науат марқұм оралатын. Солақ екен көз алдына өткен күндердің көнере бастаған бір естелігі жылт етіп, ой тереңіне сүйрей жөнелді. Ол кезде бұлар теңіз жағасында тастан соғылған ескі қоржын үйде тұратын. Какманның бір мүшелігі толмаған кезі. Інісі Кінар болса 4-5 жаста еді. Әкесі қысы жазы теңіз төсінде көл маржанын аулайтын. Балықшылардың өмірі қайбір оңай болсын. Үкіметтің жоспарын орындау үшін терген балықты қыста атшанамен, жазда қайықпен таситын. Әйтеуір бейнетпен аулаған балықты бүлдірмей жеткізу үшін арпалыспен күн кешетін. Қоңыр күздің басында теңіз жағасында отырған бұлардікіне бойы сырықтай, жарлауыт қалың қабағы түксиген біреу келді. Басында былғары қалпақ, үстінде ұзын қара плащ, аяғына қара бәтіңке киген, өңі сұп-сұр бейтаныс адам. Киімі де түр-тұлғасы да бұл өлкенің адамына мүлде ұқсамайды. Әкесі балықшылармен бірге әлгінде ғана айдынға сүзекті төгіп келген беті тын. Үйге кірген мейманға төрге шығыңыз деді. Бейтаныс адам төрге отырар-отырмастан: «Карлаға, мені танымадыңыз ба? Мен Нығметтің баласы Науатпын» деді. Сонда ғана бұның әкесі қонаққа оқшырая қарап: «Бәрекелді, Науатжан, сенбісің?» деп әлгі кісіні құшақтап арқа-жарқа болды. «Қайдан келесің? Айналайын-ау» деп әке шешесі бірдей аңқылдап қонақтың жағдайын сұрап жалпылдады. «Сөйтсек біздің елдегі Нығмет шалдың баласы екен. Әкелері ертеректе балық аулап жүріп, суға кетіп опат болған. Сол нұғаң шалдан қалған жалғыз тұяқ осы Науат. Білеміз ғой, бір еліміз туысқанбыз» деп бұның әкесі Науатқа іш тартып, қабағы жадырап сала берген. Анасы балық қуырып, шай жасады. Ол кезде ет деген жоқ. Асып жейтіндері де, қуырып қорек қылатындары да көк теңіздің марқасы. Соғыстан кейінгі ауыр кезең. Ел енді еш жия бастаған шақ. Какманның Науат картағұмарды көргені сол еді. Одан кейін ол туралы естігендерінің бәрі аңызға айналған әпсаналар тын. Кетерінде ол бұның әкесімен далада тұрып ұзақ сөйлесті. Қыс, толқын атып жататын көк айдын, мұз жамылған шақ. Теңіз жағасындағы баяғы ағаш үй. Ағаш үй деген аты ғана. Болмаса тастан өрілген қоржын там. Бір күні екіндінің уағында бұлардың ауылына 3-4 адам сау ете қалды. Әлгілердің киім киісі, жүріс тұрысы, жат жұрттық екендерін әйгілеп тұрғандай. Іштерінде Науат та бар. Әкей сонымен ғана тілдесіп отырды. Қалғандары қазақша тілге жоқ. Тәрізі ұлты басқа жандар. Келген қонақтар балықтың жас сорпасына тойып алған соң әлденені әжіп-күжік әңгіме қылып отырды да, бәрі қотарыла тұрып үйден шығып кетті. Бұлардың үйіне жапсарлас ескі там болатын. Онда көбінесе балықшылардың құрал-саймандары қалай болса солай шашылып жататын. Көптен от жағылмаған ескі үйдің пешінен сол күні түтін шығып, үйдің іші көп көрім жылынды. Мезгілсіз қонақтар ескі тамның ішін ретке келтіріп, сонда жайғасты. Бұлар не істейді, балықшы ма деп бала Какман әкесінен сұрап әлек. Ол болса тіс жаратын емес. Сол адамдар әлгі ескі үйде аптаға жуық жатты. Науат та солардың ішінде. Өздері не далаға шықпайды, не тірі жанға көрінбейді. Алғашқы күндері тіпті нәр сызбады, дыбыстары да шықпады. Какманның әке-шешесі балаларға естіртпей күбірлесіп қалады. Сондай сәтте Какманның құлағы ойын деген сөзді ара-тұра шалады. Бірақ оның не ойын екенін ол кезде ол түсіне алмады. Екінші тәулікке ауғанда Науат келіп әкесіне бір уыс ақша берді. Сол күні анасы күні бойы қайта-қайта балық қуырып, үйдегі үлкен қазан пештен түспеді. Беймезгіл келген қонақтар тағы да бірнеше күн іргедегі үйге қамалып, дыбыстары шықпады. Шешесі ертелі кеш соларға тамақ істеп, балық пісіріп әбігер. Бір күні Карл балықшының үй іші таң ата айғай-шудан оянды. Әлгі беймәлім қонақтардың ішінде жалпақ бет, ұзын аяқ біреу бартын. Сол бұлардың үйіне кенеттен айғайлап кіріп келді. Шашы ода-дода, киімі алқам-салқам. Науат, қайдасың? Шық, хайуан, оңбаған. Бәрібір жаныңды қоймаймын деп зіркілдеп, үйге баса көктей әкіреңдеп келді. Шырт ұйқыдан шошып оянған Какман басын жастықтан жұлып алғанда көрді. Жалпақ бет, ұзын аяқ адам. Науат қайда? Сендер келісіп алғансыңдар деп, құтырған бурадай зірк-зірк етіп бұның әкесін жағадан алды.
Карл балықшы қысы-жазы ау тартып, еске кесіп өскен мелжемді адам еді. Жалпақ бет дәудің жағасына жармасқан қолдарын сыртынан қыса ұстап, кері серпіп тастады. Мен қайдан білемін? Бәрің бірге едің ғой. Келгеннен бері жандарыңнан шыққан жоқ деді. Бірақ анау Аюша қорбаңдап бұны түсінетін емес. Көзі қанталап, күшігін алдырған қабаған ит сықылды. Сол-ақ екен, оның соңына ергендер де қарап қалмай, бұның әкесіне тап беріп, ұстаса кетті. Шешесі шырылдап ара түсті. Үйдің іші апыр-топыр, астан-кестен. Аласа үйдің төбесіне алысып жұлысқан адамдардың бастары соғылып, одан топырақ сауылдап, ескі үйді қопарып кете жаздады. Осы сәтті күткендей әлгі жалпақ бет сұмырай, 4 жасар бауыры Кінәрді көтеріп ала жөнелгені. Үйден шыға бере артына бұрылған ол. «Қашан Науатты тауып әкелесің? Балаңды сондаласың» деді. Әкесі шыдай алмай, мына екеуінің құрсауынан шығуға арпалысып жатқанда, кішкентай Кінәр шырылдап жылап, қарақшының қолында кетіп бара жатты. Бауырына ара түсуге Какманда ұмтылған. Есік көзінде бұны біреуі итеріп тастады. Үшеуі кішкентай Кінәрді алып, үйден атып шықты. Әкесі үйден жүгіре шыққан бетте, қораның төбесінде жатқан ұзын ескекті суырып алып, әлгілерді өкшелей қуды. Мұны көрген ұзын аяқтың соңына ерген екі кісі әкесіне қарсы ұмтылды. Карл балықшы ол екеуін қаперге де ілген жоқ. Жуан ескекпен екеуін екі ұрып, ұшырып түсіріп, баланы алып бара жатқан жалпақ беттің соңынан ілесті. Сол-ақ екен, әлгі дәу пышағын суырып алып, «Олай болса, бала саған да жоқ, маған да жоқ болады. Одан да Науатты тауып әкел, балаңды сондаласың» деп шегіншектей берді. Кішкентай Кінәрдің зәресі ұшып, шошып кеткені сонша, даусы шықпай, қолы ербеңдей берді. Карл балықшы не істерін білмей дағдарып, шарасыз халге түскен. Анасы ойбайлап жылап, «Баламды қалдыр» деп, жан ұшырып жүгірем деп, омбы қарға сүріне қабына құлап тұра алмай қалды. Содан өкпелері өшіп, қарақшылардың із өкшесінен қалмай, күн сәскеге тырмысқанда әлде бір елді мекенге жетті. Оның қандай жер екені Какманның дәл қазір есінде жоқ. Есінде қалғаны сол жердегі балық қабылдау пунктінде жұмыс істейтін әкесінің танысы бар екен. Бұлар соны іздеп зорға тапты. Сол азамат әкесінің сөзін бөлмей тыңдап алған соң, «Тыпыр етпей осында отырыңдар, мен қазір келемін» деп шығып кетті. Сол кеткеннен ол бірталай кешікті. Ол кешіккен сайын әке-шешесінде ес қалмады. Әсіресе шешесі: «Бұл оңбағандар біздікіне қайдан келді? Бұларды неге келтірдің? Ойының осылғырлар» деп көзінен тарам-тарам жас ағып, отағасын жазғырумен болды. Какман сол оқиғаны ойласа болды, жүрегі шым ете қалады. Жаны шырқырап, өткен күннің сол бір ауыр елесі есіне түссе, содан құтыла алмай кейде қатты қиналады. Інісі Кінәр тым нәзік болатын. Суық тиіп ауырып қала ма, жазым бола ма деп, анасы соны уайымдап, есінен адаса жаздады. Бір кезде әлгі әкесінің танысы келді. Жергілікті милицияда білетін адамдары бар екен. Соған барып жағдайды түсіндіріпті. Ол болса дереу іздеп, балықшы ауылына келген бейтаныс адамдарды тоқтатып тексерген. Бірақ олардың қолында бала болмаған. Жоғы қалай? Олар қайда тастап кетті? Қыстың көзі мынау, бір жерде үсіп қалатын болды-ау деп, анасы жылай-жылай қысылып қалды. Милиция ұстағандары анық сол адамдар ма деп, бұлар дедектеп сонда келді. Барса әлгілердің ішінде баланы алып кеткен жалпақ бет ойын құмар жайбарақат отыр. Карл балықшы оны жағасынан алып, «Балам қайда, иттің баласы» деп, өкпесін қаздай шулатып ұрып тастады. Кісілер ара түсіп әзер ажыратты. Сонда әлгі оңбаған баланы ауылға кіре берістегі үйдің есігінің алдына қалдырып кетіпті. Милициясы бар, басқасы бар, алып ұшып, әлгі айтқан үйге келдік. Есік алдында бала жоқ. Есік қағып ішке кірдік. Сөйтсек, біздің Кінәр сол үйде пеш түбінде сұлық жатыр. Әке жүгіріп баланың қасына барды. «Кінәржан, балам» дегенде ол сәл ғана көзін ашып, бұлардың келгеніне қуана да алмады. Сол бір қатыгез күннен кейін Кінәр: «Қарағым, аурудан оңалмады-ау, оңалмады». Әппақ шөлмектей болған Кінәржан көктем шыға дүниеден озды. Көпке дейін әкем де, анам да сол қайғыдан еш жей алмай күйреп қалды. Науат Картағұмардың бізге сондай залалы тиді. Қасіретін әке-шешем шекті деп. Какман ақсақал сол күндерді ойласа жүрегінің басы шымырлап, көзіне жас үйіріледі. Шіркін-ау, сонда Науат сұмырайдың қайда ұшып кеткенін тірі жан білмейді ғой, білмейді. Ана қарсыластарының ақшасын сыпырып ұтып алғанда, далаға шығып келем деп, ізім қайым жоқ болған. Содан жоқ, ел ішінде оны біреулер өлтіріп кетті деп жүрді. Неше түрлі қауесет құлақтан құлаққа көшті. Арада дүркіреп жылдар өтті. Ол оқиға да, Науат та көңілден өше бастаған. Тек баз-базда көпшіліктің басы қосылған жерде
сөз ауанына қарай кейде Науаттың да аты айтылып қалатын. Білетіндер оны құмар ойынның туы дейтін. Ол бұрынғы кеңестер елінің түкпір-түкпіріндегі керемет деген ойыншыларды іздеп барып, үлкен ақша тігіп ойнайды екен, немесе мұны іздеп келетіндер де болған. Жоғарыдағылар сондайлардың бірі болса керек. Соңғы рет елге келгенде ол бұлардың үйін іздеп келіпті. Әкесі ол кезде дүниеден озған. Шешейден сондағысы үшін кешірім сұрапты. Марқұм анамыз айтыпты: Науат, сенің кесіріңнен перзентімнен айырылып аңырап қалдым. Кешірімді менен сұрама, Құдайдан сұра деп. Сол Науат карташының не сұмдығы барын кім білсін. Қарсыласының қолындағы картаны көріп, құлағына сыбырлап отыратын шайтаны болған. Онымен қоймай, жерге тастаған картасы қолына ілесіп жүреді екен. Ондайларды көзбояушы Шулер дейді екен ғой. Ол сондай адам болған. Науаттың соңында қалған бір ұлы бартын. Содан қалған жалғыз тұяқ ана отырған Сейдеш. Ойға шомған Какман тізесіне соғылған доптан селк етіп еш жиғандай болды. Допқа таласып жүгірген балалар ата кешіріңіз деп жатыр. Манадан бері бір қауым отырғанын түсінген Какман орнынан енді тұра бергенде Мырзаш пен Сейдеш келді. Кәкеңнің құрдасы Мырзаш деген ірі денелі кісі екен. Өзі әзілқой болса керек. Ой, Какман, деді ол, сені карта ойнауға келген екен десек, елеусіз ғана тығылып, бізді сыртымыздан бақылап отырсың ба? Өзің салпанқұлақтың өкілі болғаннан саумысың деп, әзілдеп, өңкейген денесі іркілдеп күліп алды. Жарықтық, осы карта ойнауға менің құлқым болмай-ақ кетті, деді Какман ағынан жарылып. Ой, біздің де қырып жатқанымыз шамалы. Әйтеуір бір мезгіл ой сергіту. Мына Сейдештің атасы Науат жарықтық нағыз ойыншы, со кісі болған дейді білетіндер. Иә, әнеу күні азаматтар айтып отырды. Анау Ресей дейсің бе, Құдай-ау, жер-көктегі неше қилы кереметтерді іздеп барып ойнайды екен. Негізі ол кісі бұл жақта көп аялдамаған. Елге зәуде бір ат басын бұрғаны болмаса, көбінесе ел кезіп, жер кезіп, ойын қуып кете берген. Сейдеш, сен атаң туралы білетін шығарсың, деді Какман, атақты құмар ойыншының немересін сөйлеткісі келіп. Аса көп нәрсе білмеймін. Үйдің іші айтып отыратын. Ол кісі ұтып әкелген заттарын, ақшадан басқасын. Қолым кетіп қалады деп, өртеп жіберетінін. Бір қызық жағдай болған, деді Сейдеш, көзі күлімдеп. Атамыз соңғы рет елге келгенде осы қаладағы вокзал басындағы асханаға темекі алайын деп кіріпті. Сол жерде ауылдың бірнеше азаматтары іштерінде бізге аталас туыс, Ертай ағамыз да бар. Бәрі әлгі асханада кездейсоқ тоқайласыпты. Елді сағынып келе жатқан атамыз әлгі жігіттерді көріп қуанып, көк мойынның бір жәшігін, сыра-пырасын алып беріп, жерлестерін әбден жарылқапты. Олар да бастары зеңіп жүрген адамдар болса керек. Саусылдаған көк мойынға қол жеткізіп, шала байыған. Содан жерлестерінің бірі бізге бір колодка картаңызды ескерткішке сыйласаңыз деп өтініпті. Науат атамыздың өзінде карта жоқ екен, бірақ сонда да бірдеңе ойластырайық деп, өзіне жақын тұрған Ертай ағаны иығынан қағып қалғанда, қолына ашылмаған су жаңа бір колод карта орала кетеді. Міне, өздеріңде де бар екен ғой, менен алдым деп, осымен ойнап жүріңдер, дейді. Жігіттер соған мәз-мейрам болады. Су жаңа ашылмаған атлас картаны әрқайсысы ұстап көреді. Сәлден соң атамыз жерлес інілерімен қоштасып, асханадан шығып бара жатып, артына бұрылып: Әй, бауырларым, андағы картаны жоғалтып алмаңдар. Жоғалтсаңдар, бір-біріңнен көрмеңдер. Ал, сау болыңдар, депті. Бұл о кісінің елге ең соңғы келуі. Содан кейін атамызды ешкім көрмеген. Тірі болса қай жақта жүргені, өлсе сүйегінің қайда қалғаны бізге мүлде белгісіз. Ал енді ол кісінің әлгі беріп кеткен картасы туралы айтса адам сенбейтін аңыз. Әлі ашылмаған су жаңа картаны Ертай аға алып қалтасына салады. Атақты құмар ойыншы Науатпен кездескенімізді ағыл-тегіл жуамыз деп, алақандарына түкіріп, бір жаш көк мойынды ортаға алып, үшеуі Ертайдың үйіне жиналады. Келе сала көк мойынның бірінің басына су құйып, көздері шырадай жанып: жігіттер, әкеліңдер, әлгі Науат ағаның картасымен ойнап көрейік. Бізге де бірдеңе жұғатын болар, дейді ғой, дүрілдеген үшноян. Картаны алған Ертай сырт киімінің төс қалтасына қол салады. Шытырлатып суырып алмақ су жаңа атлас картаны. Сөйтсе қалтасында карта жоқ. Өй, бұғайда, деп, ана қалтасын, мына қалтасын қопарады. Апыл-ғұпыл қойны-қоншын ақтарады. Карта жоқ. Көзі апалақтап таппаған соң әлгі жолдастарына: картаны қайсысын алдың, дейді, реңі қашып. Дарылдаған дау содан басталады. Үшеуі бір-бірінен көріп
Үйдің ішін ақтарып төңкеріп, астан-кестеңін шығарады, таппайды. Ана екеуі, сен оңбаған, әдейі бізден аяп тығып қойдың деп, іштегі қызумен Ертайды жабылып сабайды. Бірінің көзі көгеріп, бірінің мұрны қанап, күн бата қаңғалақтап, үйлерін бетке алады. Ертең келеміз, тауып қой картаны деп, ана екеуі күжілдеп, Ертайға ескерткен болады. Үш ноян келесі күні тағы да бас қосады. Науат алып берген бір жәшік көк аланың біреуін алып, тұмылдырығын сыпырып, қырлы стақанға мөлдіретіп құяды. Іштерін қарып, от кіріп, мүлгіген миларына жан бітіп, кешегі оқиға тағы да естеріне оралады. Бірінші сөз, карта қайда? Сол кезде біреуінің есіне, ай бауырларым, андағы картаны жоғалтып алмаңдар, жоғалтсаңдар бір-біріңнен көрмеңдер деген Науаттың соңғы сөзі жер түбінен өлімсіреп жеткендей, ызыңдап қауқиған құлақтарына шалынады. Естері танып ағаларының жұмбағын шеше алмай, бақыр бастары қазандай болады. Ол әсте тегін олай демеген дейді, бастарын шайқап. Бұлар жоққа малданған. Оның берген картасы жалған. Өзіне еріп кеткен. Ертай айтады, мен қалтама салдым ғой, ол онымен қалай еріп кетеді деп, сен алар емес. Сен сенбе солай, ол деген сиқыршы. Шулер, шайтан салыс көзіңді байлап тастайды. Қайта рахмет, ол бізге бір жәшік көк мойынды боямасыз әперіпті. Өздерің қараңдаршы. Жәшікте қанша шиша тұр? Үшеуі жүгіріп барып, балконда ашады. Жоқ, алдамаған екен. Көк мойындар көгендеулі қозыдай, көздері жәудіреп бұларды тосып. Әлі дауласып жүрсіңдер ме деп, көз қысамақ айтеді. Әйтеуір дін аман самсап тұр. Дейді үшеуі, келісіп алғандай бірдемде. Сонсон көз тұндырған көк мойындарға сүйсіне қарап тұрып. Шөлмек туралы Науат аға ештеңе деген жоқ, карта туралы айтты. Әй бауырларым, андағы картаны жоғалтып алмаңдар, жоғалтсаңдар бір-біріңнен көрмеңдер деді. Бар айтқаны сол. Апырай, бұл не сиқыр деп үшеуі соны түсіне алмай дал. Осы кезде біреуінің басына тосыннан ой келді. Бізде ми жоқ деді ол, басын рабайсыз шайқап. Бізге ескертті ғой ол, жоғалтып алмаңдар, жоғалтсаңдар бір-біріңнен көрмеңдер деп. Соны түсінбеген бізде қандай ми бар, ми жоқ. Қырқысып қызыл шеке болдық. Ертай, сен кешір. Сенің көзіңді бекер көгерттік дейді достар. Сәлден кейін көк мойынның екі-үшеуінің басына сол құйған сарбаздар бастары салбырап, быжылдап, ұйықтап жатты. Күн ұясына қонған кез, биік үйлердің ауласында асыр салып ойнаған балалардың шуылы әлі де басыла қоймаған. Азаматтармен қоштасқан Какман үйіне қарай аяңдады. Ойынан әлгідегі Сейдештің әңгімесі кетер емес. Көз алдына баяғы теңіз жағасындағы үй орала береді. Онда да сондай болған. Қыс ішінде босаған тамның бір бөлмесінде сөткілеп карта ойнаған қаныпезерлер бұларды ұлардай шулатып кеткен. Сол оқиға өмір бойы көлеңдеп Какманның есінде қалды. Өткен күндердің сол бір ауыр елесі кей-кейде санасының түкпірінен жаңғырып, көз алдына баяғыда бақилық болған кінәр бауыры мен әке шешесі оралады. Содан да болар бұл өмірде қолына карта ұстамады. Ақшаға емес, әншейін уақыт өткізу үшін де қолын былғамаған екен. Мырзаш секілді достары бас қосқан жерде, кел, бір қол жетпей тұр, қосыл десе, жоқ атай көрме, бәлесінен аулақ деп, бірдеңе жұғып қалатындай ат тонын ала қашатыны содан. Осы жасына дейін қолына ұстамаған кәззапты, енді қартайғанда ермек қылар жайы жоқ. Солай-ау, әйтсе де өмірдің өзі сондай сайқалы ойынға ұқсап кете ме? Қалай деп, Какман ақсақал өз ойынан өзі үркіп келе жатты. Әңгіменің соңы, оқыған Кенжегүл. Соңына дейін тыңдағандарыңызға алғысымды білдіремін.